Саламатсыздар ме көрермендер? Бүгінгі видеода телефонды веб-камера ретінде қолдану жолын қарастырамыз. Әрине, бірнеше әдістер бар. Оның бір әдісі Drucam бағдарламасы арқылы болып келеді. Drucam бағдарламасын жүктеу үшін видеоның астында мен қалдыратын боламын. Бағдарламаны орнатамыз. Келесі қадам Play Market'тан Drucam бағдарламасын телефонға орнату керек. Телефонда, компьютерда бір Wi-Fi-ға қосылу керек. Drucam бағдарламасының екі түрі бар. Бірінші бізде ақылы болып келеді, 2000 теңге, және де тегін болып келеді. Біз тегін бағдарламаны орнатамыз. Келесі ашамыз. Далее басамыз. Понятно дегенді таңдаймыз. Разрешить. Рұқсат береміз қолдануға. Бірінші әдіс бізде Wi-Fi арқылы қосылу болып келеді. Ол үшін телефонда көрсетілген IP адресті енгізу керек. Компьютерімізге тереміз. Және де видео дегенді қалдырамыз. И старт. Көріп тұрғаныңыздай, телефон веб-камера ретінде толығымен қолдануға болады. Екінші әдіс USB арқылы телефонды веб-камера ретінде қолдану болып келеді. Ол үшін біз телефонды компьютерға USB арқылы қосамыз. Көріп тұрғаныңыздай қосылды. Және де передача файлов таңдаймыз. Келесі қадам. Егер де Drucam'ды ашатын болсақ, және де USB таңдайтын болсақ, телефонда Drucam'ды ашамыз. Көріп тұрғаныңыздай бізде тек қана Wi-Fi арқылы ғана қосылуға мүмкіндік беріп тұр. Және де қосымша компьютердің Wi-Fi-ын өшіріп тастаймын. Көріп тұрсаңыздар бізде қосылмайды. Осыны жөндеу үшін бағдарламаны жабамыз. Көшеміз телефонға. Настройкасына барамыз. О телефоне деген пунктті таңдаймыз. Номер сборканы 7 рет басамыз. Көріп тұрғаныңыздай бізде келесі бет ашылады. Код енгіземіз. Код блокировки телефона деуге болады. Вы стали разработчиком дейді. То есть бізге қосымша рұқсат берілді. Келесі қадам бізге поисковик өтеміз. USB отладка дегенді таңдау керекпіз. Отладка по USB таңдаймыз. Отладка по USB деген пунктті таңдаймыз. Тереміз ОК деп таңдаймыз.
Көріп тұрғаныңыздай бізде компьютерде қосымша хабарландыру келіп отыр. Келесі қадам друкамды ашамыз. Және де компьютерден ашамыз. Обновить етеміз. Обновить етіп болғаннан кейін бізде келесі таңдалды. Көріп тұрғаныңыздай бізде Wi-Fi сөніпті. Wi-Fi сөніпті. Старт басамыз. И бізде USB арқылы қосылды телефонымыз веб-камера ретінде. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.